Жаңғақ алыңдар, жаңғақ. Жаңғақ жейсің ба? Жаңғақ жейсің ба, бауырым, жаңғақ? Бауырым, саған айтам, жаңғақ жейсің ба? Жаңғақ жейсей, үй жақта өсіргем, свежий жаңғақ, андай сыртымен бірге шайнап жей бересің, бауырым. Аласың ба 200 теңге? Саған айтам. Өтірік мән бермей отырсың маған? А? Жаңғақ жейсің ба, бауырым? Бауырым, свежий жаңғақ. Бауыр, жаңғақ. Мына ешек саудагері әлі кеткен жоқ па? Не ішіңде маған боқтап отырсың? А? Есімет деп ойлайсың ба? Жаңғақ аласың ба? Свежий, алшы жаңғақ. Жаңғақ алшы, бауырым. Алам жаңғақты, әкеш. Қанша? 2000 теңге жаңғақ. Жаңағы 200 теңге дедің ғой. Хорошо, алам. Телефон қайда? Міне бауырым, сенің телефоның міне өзіме төлеп қойдым мінекей. Әуре болмай қой, а? Жа сен телефон зарядкасы өшінде қап, зарядка алмайсың ба, бауырым? Зарядка алсай, бауырым. Зарядка. Бери телефон и звони своим близким. Отпускайте мне. Алло, Марат аға, қалайсыздар? Шүкір, жақсы, менде бәрі жақсы, Аллаға. Жаман Марат аға менде. Скажи ему, чтобы нам отправили 500 тысяч тенге, и тогда мы тебя отпустим. 500 тысяч. Раз, два, три, четыре, пять. Алло, Марат аға, короче, 500 теңге әкепті. Ты что, тупой, бля, а? Я говорю, 500 тысяч тенге. Все, не кричай, спокойной ночи. Алло, короче, Марат аға, 500 емес, 5000 теңге екен ғой. Эй, ты молокосос, 500 тысяч. Молокосос. Короче, 5000 теңге соз қасына сүт әкіп берсей. Короче, давай, иди отсюда, а? Мы устали от тебя, ты свободен, давай. Серьезно, братан? Спасибо, братан, большое. Спасибо, братан, будьте счастливы. Давай, иди отсюда. Горько, братан, горько. Давай. Что будем делать теперь? Что будем делать? Казахский язык учить? А то вообще работать нельзя вообще. Че там рано үстіңе көрпеше киіп алғансың ба? Моей девушке день рождения, моей девушке день рождения. Мұрын, бергеш. Сәлем жігіттер. Кетей голубойсың ба? Қалтаңда бір штук кальян бар ма, брат? Қалтамда бір штук темекі бар. Қазір сенде кальян шығады, брат. Қалай? Анау. Кім бесі? Қалай еді? Звезда. Ассалаумалейкум, қалайсыздар? Сен ау, вайнгер емессің бе, да? Вайншы ғой, брат, вайншы. Вайншы ба? Вайнер ғой, братан. Пох. Осы сендерге сұрақ қойын, родной. Қоя берсеңізші. Осы сендер бар ғой, инстаграмнан қалай ақша таба аласыңдар? Просмотрға ақша аласыңдар ма сендер? Осы інініңдің машинасын барлығы өзіндікі ма? Пиздец ғой, родной, бізде қалай еді? Пинто ма? Пинтоға апарсақ, пинтоға барайық. Үй осы енді Алматыдан қаланың қақ ортасында өз үйіңдей көрсей. Рахмет жігіттер көңілдеріңе, онда мен жайғаса берейін, бөлмеме бар. Смело барадым. Родной кәм, қала резко келіп барсам. Молодец. Молодец. Малма, хотя продукт алып келсе болады. Дымсыз келген ғой. Топасыз барады. Не народный түсіп алдым да душқа, түсіп алсай жып-жылы суын дайындап қойдық. Әдемі орамал таптың ба? Хорошо, Жабайылан душтың бәрін бытсын шығарып, жүн қып кетпесе олар еді. Родной, что там, родной? Жамандап отқан жоқсыңдар ма мені? Жоғы, родной жынсың ба? Ойбай, жамандап. Рады кеттің дерсің ғой, жаман ашып тұр өзіңе. Мал, черт, красавчиксың ғой, родной. Мал екен ғой. Мал! Красавчик! Мал! Красавчик! Мал! Мал! Мұнда кел бері. Ойын дұрыс жаңағы жеткізе алмайтын бала. Саламатса, ана үйде ұрыс керіс болған кезде бірдеңелер сырдырлап сынады ғой. Сондай магазин ба бұл? Ыдыс-аяқтар магазині ғой осы. Ыдыс-аяқтар магазин. Сіздерде андай не бар ма? Ішіне су құясың да, ішінде сулар домалақ болып тұрады. Мына жағынан ұстап, кесеге шай құясың. Шайнек. Шайнек. Рахмет, сосын сіздерде андай картошканы турап атасың, сәбізді қолын кесе аласың ғой. Аят дейтін сондай бір пышақ. Рахмет, сосын сіздерде андай бір алма, банан саласың ғой. Қосқан кезде блендер. Блендер. Сау болыңыздар онда, жақсы. Тоқтаңыз, сіз ұмытып кеттіңіз ғой, анау 4-1 терминалға салатын, сыртында сандары бар, бәйтеректің суреті бар сыртында. Ақша? Иә. Ақша ұмытып кеттің, бәс айтпайсың.
қарай тұрыңызшы. Сен қайда барасың? Базарға барып келем, тез келем қазір. Тез келем, жылайды кәйтші. Иә. Қалайсың, әлди, ақ бөтен, ақ бейін. Жылама бөтен, жылама, жілік шақ. Несін, айтшы. Темек шегіп аласың ба? Ке, музыка болсын керек. Базар жоқ. Жыламашы енді ақылың бар ғой сен. Шешеңде қашан келеді екен базардан? Опана! Әкім болар мекенсің, халқын тонайтын. Не шыдай тұршы ман? Ай. Әкел. Қарасай бала, қақтырсың? Келмей тұр қой енді. Қарасы алыс бала, миыңды ашып жүр ағысың. Иә. Неме ярамайсың ба базарда жерің жүрсің сен? Ассалаумағалейкум, брат. Уағалейкум ассалам. Брат, осы сен Қорқыт ата университетінің студентісің ба? Айта бер, брат, не болды? Сендерде Айсұлу деген студент оқи ма? Сол қызға қатты ғашық едім. Ойбай, бізде Айсұлу ғана емес, Анджелина, Элия, Айгерім деген қыздар оқиды ғой бізде. Да ну, қандай мамандықтарда оқиды? 80 мамандық бар ғой, ішінде Человек-паук деген мамандық бітіріп шыға аласың. Да ну. Студенттердің әркімнің өзінің шкафы бар ғой, американский шкафтар сияқты. Да ну. Еще бізде ше, шықса сен машинада мен саған бірдеңе көрсетейін. Еще бізде газонда студенттер алма жеп сабақ оқиды ғой, брат. Рахаттанып ше, американский кинодағыдай. Сендерде бассейн бар ма не? Айсұлу осы жаққа келіп купальникпен суға түседі ғой, брат. Енді біздің Қорқыт жағдайды істеп тастаған, брат. Осы универге түсу керек қой онда. Сен жаңа Айсұлуды не қылдың? Тасташы, универ туралы айтшы маған. Универ туралы? Иә. Илалин бар ғой? Иә. Сол біздің Қорқыттан шыққан ғой, брат. Бар ғой Илон Маск. Иә. Бізді бітірген ғой. Да Сен кім танисың ба? Бэтмен танисың ба? Иә. Бэтмен ше. Телеохранители. Шаршап кеттім мына жұмыстан. Бір бизнес ашам ба? Идея айтшы маған. Салют, цацы. Карантинде жестко өтеді. Анау гольф ойнап жатқан сен бастығың ба? Е, менің бастығым. Қуанып жүр ғой. Е, бүгін 42.500 кен ғой. Кеше біздің бастық ашуланып, нервничать етіп, өзінің оң қолын кесіп тастаған ше. Қойш. Е, нан қарасам мойнында тыртық көріп тұрсың ба? Иә. Мен ғой оң қолы, мені кесіп тастаған ғой. Да. Ғани? Мә, Ғани саған. Алло. Соқ қой жынды. Прикол ғой, прикол. Осы сен бастығың әйел адам, иә? Е, әйел адам ғой. Бірыңғай қасындасың ғой, душта, кухняда ше. Скоро жүреміз. Сен бастығың өйдем атылып атыр, баршы. Әңгіме етіп тұрғаныз.